Алпысбай денесі тоңазып жатып оянып кетті. Айдалада, маңайы ақ түтек қасқыр боран ішін тартып болып тұр. Әдепкіде түсінбе деп ойлап еді, жоқ, өң екен. Қайда жүргенін де шамалай алмады. Жұқа пальто бетті сабалаған, қар аралас, қара суыққа қамсау болар емес. Өңменінен өтіп қалтырап барады. Есепсіз ішкен арақтың уыты енді тарай бастады ма, есіне әлденелерді еміс-еміс түсіре бастады. Бір купеде жанында қызы бар бөкселі келіншек пен басына тақия кигенімен әр сөзіне орысша қосып тұздықтап сөйлейтін, екі жағына пышақ жанып алғандай өңі жүдеу қасқабас көсе болды. Төртіншісі кім еді, есіне түсіре алмады. Бет алды қаңғып бара жатқан Алпысбайдың жолға ала шыққан 3 сөлмек арақтың бірін дәретханаға кіріп қайта-қайта ішкеніне масайып, иегінде сақалы жоқ көсеге мұңын шағып жылағаны есінде. Әрі қарай не болды? Бәрі бұлдыр. Осы таңертең ғана пойызда келе жатқан сияқты еді. Енді мынау жынды адамдай шапан түзде жалғыз жүр. О, тоба! Төс қалтасын сипап қойды. Әйтеуір төлқұжаты орнында екен. Көңілін орнықтырып алған Алпысбай мына қалпында сүп өлетінін біліп, үрлеп тастаған қалың қарды омбылап алға қарай жүре берді. Көз ұшынан әлде бір жарық өлімсіреп көрінгендей болған. Әлде мұнарланған аспанның ашық тұсынан оқта-текте жылт етіп көрініп қалатын жұлдыз бекен. Қақаған қара суықтан аяғынан жан кетіп, былғар етіктің басы қайқайып қатып қалды. Көкжиектен көрінген жарық та көз алдап, бұл алға ұмтылған сайын жөңкіліп қашып бара жатқан сияқты, жеткізер емес. Алпысбайдың қанша жүргені белгісіз. Бірте-бірте екі аяғынан әл кеткен. Есін бір жинағанда әупілдеген төбеттің үргенін естіген. Екі адам өзін шанаға салып, сүйреп алып барады екен. Шананың сырылы ғана құлағының түбінен естіледі. Бұл біздің жақтың адам емес пе? Пойыздан түсіп қалған бір бейбақ болды-ау шамасы, деді бейтаныс еркек. Полиция шақыртамыз ба, қайтеміз? Обал емес пе, деді әйел. Алпысбайға үстінен төне қараған әйелдің түрін, жүзіне қарай төгілген қолаң шашы көрсетпеді. Ыстық шайды толғап жұтты. Енді бір қарағанда тұттай жалаңаш денесін әлдегімнің сықылап жатқанын сезді. Қимылына қарап, әйелдің қол екенін байқады. Аузынан су аққан Алпысбай әрі қарай мызғып кетіп, таң ала кеуімде ғана оянды. Табалдырықтың тұсындағы етікті қоңылтаяқ кие салып сыртқа шығып еді, аспан шайдай ашық екен. Жылт-жылт еткен күміс қар көз қарықтырады. Қалыңыз қалай, деді әлдекім ту сыртынан. Қарсы алдында елудің үстіндегі әйел тұр. Пойыздан қалып кеттіңіз-ау шамасы. Алпысбай төмен қарап тынжырады. Үйге кіріңіз, тамақ дайын. Үйден пісте майдың иісі көңірсиді. Дастарханның үстіне 5-6 шелпек қат-қатталып жиналып бауырсақ тасталыпты. Алпысбай тамағын қырнай жөткірініп, мақұл десеңіз дұға оқып жіберейін, деді. Қалауыңыз білсін, деді бейтаныс әйел орамалын жөндеген болып. Алпысбай оқылған дұғаны әруақтарға бағыштар тұста сәл кідіріс жасап, әйелдің бетіне қараған. Ол әкесі мен шешесін, одан кейін тағы бір адамның атын атады. Күйеуім ғой, осыдан 5 жыл бұрын пойыздың астына түсіп мерт болды. 2 балам қызметте, оқта-текте келіп кетіп тұрады, деді. Сосын бір-біріміздің аты жөнімізді білмегеніміз ыңғайсыз болар, Кенжегүл, деді. Бейтаныс әйелдің бетінің ұшына қызыл жүгірген. Алпысбай атын айтқан. Әңгіме арасында бұл жерге қалай тап болғанын да айтты. Енді қайда барасың, деді әйел сізден сенге көшіп. Алпысбайды үйлендіріп отырғанда осы сауыл еді. Ол білмеймін дегендей иығын қозғады. Расында да қайда барады? Жол қайда қашар дейсің? Алдымен әлденіп ал, деді Кенжегүл. Құдды марқұм әйел тәрізді. Алпысбай қарап отырмай, бір бүйіріне қарай қисайған шкафты оңдап, сыртқы есікті киізбен қаптады. Енді үлдеп жел соқпайтын болады, деп қойды. Алпысбай үй шаруасын бірыңғайлап алғаннан кейін сырттағы жұмысқа кірісті. Мөңіреп тұрған 2 сиырдың алдына шөп тастап, қораның астын тазалады. Кесілген дөңбектерді жарып, отынды үйіп тастады. Қуаты қайта қоймаған бейтаныс еркектің сырт киімін шешіп тастап, жесір әйел Кенжегүлдің есігінің алдында құлаштап балта сермеп, құлшынып жұмыс жасап жатқанын көргендер таңырқап қарап өтіп жатты. Кенжеғұл ыңғайсызданама деп еді, керісінше оның жанарында әлде бір қуаныш бар еді. Алпысбай әніміні кетемін деп қомпаңдап жолға жиналғанымен бойы үйреніп қалған бейтаныс ошақтан ұзап шыға алмай қалды.
Кенжегүл де Алпысбайдың осында қалғанын қалайтын тәрізді. Түні бойы бір-біріне қол созымдай жерде жатқанымен төсекке бірге құлайтын ішкі шер екі мұңлыққа көкірегін тырнап маза бермейтін тәрізді. Әркімнің өз уайымы бар. Алпысбай жамбасына тас батып жатқандай ұзақ дөңбекшіді. Кірпігі айқасар емес. Тас қараңғы бөлменің қабырғасын жол жақтан түскен жарық кезіп өтті. Тепловоз шамасы. Баяғы әдетінше қолын созып еді, арбиған саусақтары төсектен асып барып, жалаңаш еденге тиді. Әрі қарай артық қимыл жасаса, қолындағы қымбат дүниесін абайсызда сындырып алатын адамдай абдырады. Айшагүлдің көзі тірі кезінде қолын кемпірінің денесіне тигізбесе, елегізіп ұйықтай алмайтын. Ондай кезде кем-иек кемпір бүйірінен түртіп құлағына сыбырлар еді. Не болды соншама, Құдай-ау, көзіңнен ұшып барамын ба дейтін. Шынында да Құдай сездіріпті. Айшагүл көзінен ұшып барады екен. Былтыр ойда жоқта жерден домалаңдап тыным таппай жүрген қара кемпір басымның сақинасы ұстап қалды деп құлап еді. Содан тұра алмай ауруханада көз жұмды. Алпысбайдың тамағы жыбырлады, қу жөтел қысып барады. Алақанымен аузын басып тұншыға жөткірінді. Марқұм кемпір ауруханаға кетіп бара жатып, бойы ұстындай сорайып тұрған Алпысбайға нұры сөніп бара жатқан жанарын суарып, ұзақ қараған. Сонда бейшара қимаған екен ғой. Әлде байғұс мен кеткеннен кейінгі күнің не болар екен деп уайым жегеніме. Енді ойлап қараса, анығында да қатпа қара кемпір бойы сорайғанымен не балаға, не келінге сөз етпейтін Алпысбайға кәдімгідей сес, сүйеу болған екен. Айшагүлдің көзі кетісімен қара шаңыраққа сумаңдап салқын лебеніп, бұрынғыдай емес, жалтақтап, келіннің қасық қабағына қарайтын болды. Жетім бала сияқты. Ұлы арыстан оқта-текте келіншегіне қарап, осы көкемнің қарны ашып жүрген жоқ па деп сұраған сыйды. Алпысбай не десін, қатты айтса, баласы мен келіннің арасынан қара мысық жүгіріп өтеме деп қауіптеніп тілін тістеп үндемейді. Шалдың қауқарсыздығын сезгеннен кейін келіні жазирада дандайсиын деген. Ықыласы түссе шайын беріп, көңіл қошы болмаса кешке дейін тым татырмай жүре береді. Алпысбай бірте-бірте кезінде іргетасын өзі қалап, түтінін түтеткен қара шаңырақта басы артық жат адамға айналғанын сезбейді қалған. Бірақ қайда барады? Алыстан тарайтын аталас ағайын болмаса, бір әке шешенің кіндігінен өзінен басқа өрген ешкім жоқ. Алпысбай атадан жалғыз. Келіннің сырт көзге сырын білдірмей, ата деп ебілдегенімен шалдың ішкен жегенін есептеп, іштей түйіліп отырғанын Алпысбайдан басқа ешкім байқай бермейді. Есесіне келіннің төркіндеріне деген ықыласы бөлек. Олар келгенде аста төк дастархан жайылады. Арыстан үйде болса жақсы, ал ол жоқ кезде түрлі сылтау тауып, атасын аспасына жақындата бермейді. Айып етпеңіздер, атамыздың мазасы болмай отыр, сәл науқастанып қалыпты деп сылап-сипап, әңгіменің тігісін жатқызып жіберетін шеберлігі тағы бар. Бүгін де үйлеріне бір топ адам сау ете қалған. Қазан көтеріліп, у-шу болып қалды. Құдағи Алпысбайдың қолын сілкілеп, «Құда, қалайсыз? Сырқаттанып қалды деп естідік. Қалайсыз?» деп жалпылдап, көңілін сұрап жатыр. Алпысбай дені сау, делбезесі бүтін, өзін сыртынан кімнің ауру етіп төсекке таңдырып қойғанын, мұндай әңгіменің қайдан шыққанын іштей сезгенімен амалы құрып айта алмады. Әшейінде атасын қақпайлап, дастарханға жақындатпайтын келіні бұл жолы шешесінен сескенді мекен, төрге озған құдағиының жанына жайғастырды. Туралған 5-6 тілік нан мен дүкеннің сары майынан өзге еш нәрсе қойылмайтын жүдеу дастархан сүр мен қазы салынған ағаш табақтардан қайысып тұр. Жеңсік асқа тәубеті шауып, асап-асап жегісі келгенімен өзгелерге жайраңдай күліп, алыңдар, алыңдар деп ақжарғын адамның кейпін танытып елпілдегенімен, мұның ішкен жегеннің көзінің қиығымен сырттай аңдып отыратын келінінен жасқанды. Абдырап отырып шайын төгіп алса, келіні жақтырмағанын артық қимылымен, «ий» деген ренішімен ұқтырады. Соңғы кездері баласы мен келіннің арасында ұрыс-керіс көбейген, тіпті арада қайғай мен жанжалдың басы да өзі екенін сезіп, мүжіліп те жүр. «Алпысбай, ұйықтаған жоқсың ба?» деді Кенжегүл. «Жоға», деді ол қайғайдағы есіме түсіп жатқаны. Кенжегүл Алпысбай жаққа қарай аударылып түскен. Құданың құдіреті, қайсы бір күні түсіме алпамыс кіріпті. Марқұм күйеуімді айтамын да, тоңып жүрсің бе деп тонын менің иығыма жабады. Жазған-ау, өзің тоңасың ғой деймін. Ол үн-түнсіз соңына қарамастан қарасып жүре береді.
Алпамыс деп жатып, өз даусымнан өзім шошып, оянып кетсем бола ма?